Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және бүлдіршіндер. Бүгін бізде смарт қала, ақылды бала сайысымызға қош келдіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Байқауымыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру, екінші кезең сәйкесін тапу ойыны. Сіздер бар, мен Азамат Қаза Үджігінің папасы боламын. Біздің ұланымыз Смарт ауыл алға, болашаққа самға. Үндеу қызым, мына сәйкестендіру ойынына қарайық. Мына нысандар қандай нысандар? Аурухана, Ауруханада кімдер жұмыс істейді? дәрігер, Олар не істейді? адамдарды емдейді. Аурухананың көлігі қайсысы? Сөздесәден. Әкеме құлсы бақ берген айтып берейін ба? Яны айта қойшы. Мен құлсы боламын, сәлем үйге саламын. Кірпіс сізге қалаймын, әдемі алып саламын. Саламатсыздар, Дарханұлы Санжардың әкесі боламын. Біздің ұранымыз смарт қала, жаңа қала. Бізде Бірге алға. Әулетте не көріп тұрсың балам? Тапатсаны көрді. Сен әкеңнің күйеуін не жасап шығардыңдар? Әке екеуміз смарт алып жасадық. Әнжу, сен маған смарт ауылыңды таныстырып бересің бе? Салайды. Қызым, енді біздің ауылға не жетіспейді? Сау жетіспейді, әкесі жақ қояқсы. Жақтандырайық да, Ва, енді біздің ауылымыз жалақ болды. Бұл біздің смарт ауылымыз. Мұнда құдық бар, құдыққа таза су аламыз. Және мақламыз бар. Және ауылымызда бақсамыз бар. Және ауылымызға жалы жүйесін құрдық. Сен не жасап жатырсың әкеңмен бірге? Әкемен бірге смарт қала жасадық. Біздің қаламызда сәлем зәмірім үйлер бар. Мен зәмірім әкеме үй жасадым. Құрметті ата-аналар және бүлдіршіндер, біздің байқауға қатысқандарыңызға көп рахмет. Әкелер мектебі жұмысын жандандыру аясында ұйымдастырылған смарт қала ақылды бала байқауына қатысқаны үшін креативті қала номинациясымен Дарханұлы Санжар әкесімен марапатталады. Ғажайып мекен номинациясымен Азамат қызы Үндеу әкесімен марапатталады.